Малайзияның астанасы 1-2-3 11 әріп дейді. Үшіншісі А. Я капитан Шариф тыңдап тұр. Қымбаттым. Қалайсың? Я жақсы. Аха. Талмай, тапшылмай жұмыс істеп жатырмын. Бүгін кешірек келем. Уайымдайтын түгі де жоқ, айтып отырмын ғой. Сен қайда бармақсың? Есімде. Жаңа ел досында жібереміз. Жаным, мен саған айтып отырмын ғой, менің уақытым жоқ. Осында деймісің? Мен саған не айтып тұрмын, бағынан бері уақытым жоқ деп. Алло. Капитан Мырза, рұқсат па? Не болды? Сізге келіп тұр. Кім? Сәлем әке. Ой! Отағаны қосик! Қалайсың? Қарайып болсын бар. Болады. Қалайсың? Жақсы. Ой, түр келіп отыр. Иә, мектепте не жаңалық? Бүгін 2 бес алдым. 2 бес? Ақылдың сол, әкесінен олмай қалған өзі. Бүгін енді екеуміз қалып қойдық қой. Я, апамның шұғыл шаруалары шығып қалыпты. Жарайды, енді екеуміз не істейміз? Үй тапсырмасын орындайық. Үй тапсырмасын? Жарайды. Не берді үй тапсырмаға? Ал кәне. Математика. Математика? Әлихан, қақайып тұрғаныңа жол болсын. Талғат, мазамдамашы. Қанды іштің қаптен. Күні бойы осылай тұрасың ба? Керек болса тұрам. Ертең де тұрам. Ал әжетханаға барғың келіп кетсеші. Шыдайым. Қой, өтірік айтпайын. 2 күн қалай шыдайсың? Құдай тілеуіңді берсін, Талғат. Тұрш болды. Әлихан, Швейцарияда шиенің сүйегін алысқа түкіруден чемпионат өтетін көрінеді. Қалай сонда? Кәдімгідей, адамдар жиналады, барлығы шиені алысқа түкіреді, кімдікі алысқа түссе, сол чемпион болады екен. Ой, соғы өтірікті. Рас айтам? Мен сенбеймін саған. 40 өтірігінің бірі шығар. Әлихан, сендер түсінбеймін осы. Мен шын айтсам сенбейсіңдер. Өтірік айтсам сеніп қаласыңдар. Енді жұмған аузымды ашпаймын. Сенің өнерің 2-ақ минут қой. Одан кейін ары қарай бастайсың зарлауыңды. Енді сөйлесім, Талғат атым өшсін. Осылай, мінеки, өлтіру керек бұларды. Аррын қатқырлар. Құтты болсын. Рахмет, ботам. Ой, қалада. Шығарбатсың ба есептерің? Мына есептерге басым жетпей тұрған. Көмектесейін бе болу? Шетші кетай. Кәне, не депті? Сыныпта мен есеп шығарғанда алдыма жан түспеуші еді менің. Бош кәне. Үстелдің бір бұрышын кесіп тастады. Енді үстелдің қанша бұрышы бар? Бол ма? Я. Мұның оп-оңай ғой.
Үстелдің бір бұрышы кетпесе қанша бұрышы қалады? 3 бұрышы қалады. Әлде бесеу ме? Қара, егер үстелдің бұрышын былайынан тік кесетін болса, онда 5 бұрышы қалады. Қызым, 3 бұрышы қалады. Бірақ жарайды, болған кейін ораларымызда келесін кішкене. Аспашамның 5 шамы бар еді, оның 2 шамы күйіп кетті. Енді аспашамның қанша шамы қалды? Өткен оп-оңай есеп қой. Қара, аспашамда 5 шам бар. Соның екеуі күйіп кетті. Әке, бұнда аспашамда күйіп кеткен шамдарды алып тастап деген сөз жоқ қой? 5-еу қалу керек. Мүмкін. Келесін ақшы. Үстелдің үстінде бір дөңгелек айналып жүр. Оның бір бұрышы жасыл. Асықпа, үстелді қайтын кішкене. Үстелдің үстінде бір дөңгелек айналып жүр. Оның бір бұрышы жасыл, екінші бұрышы қызыл, үшіншісі сары. Сонда дөңгелек үстелдің шетіне жеткенде қай бұрышымен тоқтайды? Қара. Дөңгелекте бұрыш болмайды. Бір түрлесе бекен. Не бір түрлесе? Түрлесе бекен, шынайда. Қызым, былай істейік. Сен отыра тұрайын ма? Кішкене далаға шығып, бір ауа жұтып, есептерге жауап іздеп қайтайын. Яма. Жақсы, әкетай. Папа, сенің ерке қызы өзі деген. Мен қазір келемін, ақылды қыз болып отыра тұр. Алихан мен сөйлемей тұра алмайды екен. Талғат атым үшін деп жаңа қалжыңдай салғам. Біраз әңгіме айтып, уақыт өткізейікші. Болмаса ойнайын деймін. Қандай ойын ойнаймыз? Әлгі шиенің сүйегін алыс қалақ тұрды ойнаймыз ба? Ойнайық? Кімдікі алыс қышар екен көрейік. Деген дұрыс әңгіме айтшы. Қақаған қыстың ортасында шиенің сүйегін қайдан табасың? Бізге шиенің сүйегі керек емес. Қатымда аздаған шекілдек бар. Жоқ, ойнамайын. Сол өзіміз тазалайтын жерді ластап тұрайық. Онда тұрған не бар? Қалай не бар? Түкірініп тұру әдепсіздіктің белгісі. Біз енді оны шақпаймыз ғой. Біз жарыс ұйымдастырамыз. Жоқ, ойнамайын. Бер жүрдесі ары кететін адамсың ғой. Сен мен енді кезекшілікке шықпаймын. Ішім пысып кетті. Шықпасаң шықпа. Маған не дейсің? Одан да айтпайсың ба, қорқамын деп. Өзіңнің менен әлсіз екеніңді білесің да? Содан кейін қорқасың. Талғат деп тұрмын саған. Тісімді қышытпа. Шын ғой? Мен сенің қарағанда әлдеқайда мықты десантшымын. Парашютпен де секіргенде алдыма жан салмаймын. Ішің күйет. Ішің күйсе тұжала. Қоймадың ғой, әкел ал. Ал әкел. Міне? Мынауың дұрыс. Қазір көреміз. Кімдікі алысқа шығардың, не? Баста. Сен неғып бастамайсың? Жоқ, мен сені сыйлаймын. Баста. Кешіріңіз, байқамай қалдым. Сендерді десантшы дейді ала. Наларың не? Біз жарыс өткізіп жатыр едік, айып етпеңізші. Ят. Ят қайда? Ят. Шімірікпей өтірік айтуын қараш. Мына қасыңдағы досыңнан үйренбесін бе? Көрініп тұр. Тәрбиелі, тәртіпті. Ата, мынаның өзі ғой бастаған. Міне сөзді ғой. Аш қақпаны. Ата?
Бұл жаққа бөгде адамдарға өтуге болмайды. Бұл әскери бөлім ғой. Ей, сен шен жоғары адаммен қалай сөйлесесің, а? Тік тұр! Мен сен секілдерін талайын көргенмін. Аш қақпаны! Ата, қойыңызшы, сіздің шеніңіз жоғары шығар. Соғыс ардагері шығарсыз, бірақ рұқсатсыз өтуге болмайды, бұл әскери бөлім ғой. Айтшы. Шынымен де ата түсінсеңізші, бұл әскери бөлім, рұқсатсыз кіруге болмайды. Одан да сіз үйіңізге барып, апамыздың ыстық сүт қатқан шайын ішіп, аяғыңызды жылы суға малып отырмайсыз ба? Сөйтпейсіз. Күн деген суық. Менің кемпірім қайтыс болған. Ата, кешіріңіз. Бірақ ата, бәрі де болмайды бұл жаққа кіруге. Менің немерем басында. Соны көруге келіп ем. Аты жөнді кім болады? Шоқан. Шоқан? Шоқан, ондай бала жоқ бізде. Ата, барыңызшы. Қазір сіз үшін біз бастықтарына сөз істейміз. Барыңыз, үйіңізге барсаңызшы. Талғат, әлгі атағың қайда? Үйіне кеткен шығар. Соңғы кезде мазам болмай жүр. Ауырып жүрмін. Шаршайым. Көзім бұлдырайтын шығарды. Бар қоя, көз алдымнан кейбір кездерде елес көрінетін болды. Сіз әбден шаршағансыз ғой. Білесіз бе, сізге көбірек дәрумендер жеу керек. Оның үстіне мен сізге қазір екпе салып беремін. Ауырмайды ма? Қойыңызшы енді. Сізге қашан ауыртып салып ем? Салсаң сала қойшы. Көмегі болар. Әрине болады. Қазір. Жаңа әзілдегенмін. Бір шал терезеден маған қарап, тесіле қарады. Майор мырза, қойыңызшы. Ешқандай шал жоқ о жерде. Сенбеймін. Бісміллә. Шынымен айтам, тесіле қарады маған. Майор мырза, жұмыс деп әбден шаршағансыз. Сізге демалыс алу керек. Шынында, дұрыс айтасыз. Шаршадым. Демалыс алу керек шығар. Демалыс алу керек. Демалыс алу керек. Демалыңыз. Сау болыңыз.
Кетуге рұқсат етіңіз. Старшина, сен бір нәрсе сұрайын деп. Сен мектепте оқып жүргенде математикадан қалай едің? Беске оққан. Қойшы. Иә. Жақсы болды онда. Бір есеп шығару керек еді. Тыңда. Егер үстелдің бір бұрышын кесіп тастаса, қанша бұрыш қалады? Бұл үстел кәдімгідей тік төрт бұрышты ма? Тік сияқты. Сонда оны қалай кескен? Тігінен кескен бе, жоқ әлде айналдырып кескен бе? Тігінен шығар енді. Иә? Жоқ, тік төрт бұрышта айналдыра кескен бе, жоқ әлде көлденеңінен кескен бе? Мен қайдан білейін, Саша? Білсем сұрайын ба сенен? Мен сені жауап аламын ба десем, сұрағын көп бәле екенсің мен. Жарайды, боссың бар берші бар. Көп болады. Иә. Майор мырза, кіруге рұқсат па екен? Кір, капитан, кір. Иә, не жүріс? Қалыңыз қалай, майор мырза? Амандық. Сол, жұмыс көп. Не шаруамен жүрсің? Жай, сіздің қалыңызды білейін деп сол. Капитан, осы сен неге ылғида ерегесінде жүресің? Жұмыс болса бастан асып жатыр. Одан да барда өткендегі тапсырманы орында. Құжаттарды әкеліп берем дегеніңе 2 күн болды. Майор мырза, сіз олай қам жемей қойыңыз. Тура қазір әкеліп берем керек болса. Келгендегі бар шаруаң осы болса, бос. Боссың. Ұқтым. Мен кетіп бара жатырмын. Майор мырза, бір сұрақ қоюға рұқсат етіңіз. Бол, тез. Уақытым жоқ менің. Мынаны айтыңызшы, егер үстелдің бір бұрышын кесіп тастаса, неше бұрышы қалады? Капитан, жаңа айттым ғой саған. Осы ылғида ерегесінде жүресің. Айналайын ау, есі дұрыс адам үстелдің бір бұрышын кесіп тастай ма? Бір сирақ түсіп қалмай ма онда? Иә, шынымен де солай екен. Болды. Жұмысым бастан асып жатыр. Сенсіз де боссың. Кедергі жасамын. Іске сәт, майор мырза. Бар. Іске сәт. Әкем қайда жүр екен? Ата, сәлеметсіз бе, кешіріңіз, сіз менің әкемді көрмедіңіз бе? Әкең кім еді? Менің әкем капитан. Көрдім ғой деймін. Бағана бір капитан бір есеп шығара алмай жүгіріп жүрген көргем. Иә, онда сол кісі. Рахмет, ата. Қызым, тоқташы. Менің немеремді көрмедің ба?
немереңіз кім еді? Ол нағыз батыр. Есімі Шоқан. Нағыз батыр дейсіз бе? Күшті. Бірақ көрмедім ата. Жақсы, онда мен бара берейін. Сау болыңыз, рахмет. Дедім де қойдым. Сол енді сіз майор мырза түсінесіз ғой, біздің кездегі енді мектепте жарайды. Сіздің кезіңізде мүлдем басқаша еді. Ал енді дегенмен де қазір үстелдің бір бұрышын кесіп тастаса 5 бұрыш қалады дегенді кішкене Қызық жағдай екен, дегенмен де. соны ойлап отырғанмын ғой, сіз қалай ойлайсыз енді өзіңіз? Ол жағдайда Қызым, ботақан қошаға десе. сіздің Қызым, сен мені қайдан тауып алдың? Бір ата сен осында жүр деді. қайда қата? Ол атаны сен де көрдің ба? Иә, немересін іздеп жүр екен. Кәдімгідей киініп алған үлкен кісі. Майор мырза, сізге көп-көп рахмет көмегіңізге. Егер рұқсат етсеңіз, көз жүрейік. Жолдарың болсын. Жақсы онда. Сау болыңдар. Сау болыңдар. Қой. Жедел түрде демалыс алмаса болмайды. Демалыс алу керек. Күр. Ботақан қошақан. Еркелетіңіз. Келе отырғанымыз. Сен осы жерде отыра тұр қызым, ама мен қазір келемін. Жалғыз өзім үшін пысады ғой. Сәл шыда қызым енді. Қазір біз сәлден кейін сарбаздардың жаттығу жасағандарын көреміз, ама? Ал қазір сен сабағын дайындап отыра тұр. Жарайды. Жарайды, ақылдым сол өзі. Ақылды қыз болып отыр. Мен қазір келемін. Тағы да сәлем. Сәлем, ата. Айтпақшы, ата, математикаға қалайсыз? Аздап қабарым бар. Онда көмектесіңізші. Әкел, көрейік. Мәймесе. Ассалаумағалейкум. Жігіттер, осы жерде бір ақсақалды көрдіңдер ме? Сіз кімсіз? Мен осы жердегі қарттар үйінің директорымын. Бір ақсақалымыз қашып кетіп еді. Түрі қандай? Түрі Қандай кемде болды? орта бойлы, сақал мұрты бар, қара тоны, қара бас киімі бар. Ол кісі болған сияқты. Болды ма? Иә, осында жаңа келді де, бір немересі деді ме? Атын кім Шоқан. Шоқан деді ме? Иә, сол кісі. Ішке кіргізген жоқсыңдар ма? Жоқ, кіргізген жоқпыз. Жарайды. Офицерлердің бірін шақырыңдар. Біз оны ішке кіргізген жоқпыз. Сарбаздар, офицерлердің бірін шақырыңдар дедім ғой. Әйтпесе маған ренжімеңдер. Ағасы, сіз неғып бізге ренжіп тұрсыз? Сіз ғой ол жердің бастығы. Ие болмайсыз ба? Жіберіп алған соң бізді кінәлайтыныңыз не? Жігіттер, түсінесіңдер ме? Ол қазақ топырағынан шыққан алғашқы десантшылардың бірі. Соғысқа қатысқан. Сондықтан сендердің бөлімдерінде жүрсе мен таң қалмаймын. Жоқ, бәрі дұрыс қой, ағасы. Түсініп тұрмыз, бірақ сіз бізді кешіріңіз. Біз сонда мына жерде қой күзетіп тұрмыз ба? Сол еді. Офицердің бірін шақырыңдар. Ағасы, бізге... Дәрбек мырза. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Майор мырза, келгеніңіз қандай жақсы болды. Не болып қалды, тыныштық па? Ерқанат аға тағы қашып кетті.
Бірден осында келдім. Түсінікті. Сендер көрдіңдер ме ақсақалды? Дәл солай. Бірақ келді де кетіп қалды. Қалай қарай кеткенін көрдіңдер ме? Жоқ, майор мырза. Айттым ғой, ол ішке кіріп кеткен, іште жүр. Жігіттер, ол кісі жалғыз басты. Жазымыстан озымыз жоқ деген. Оның Шоқан деп іздеп жүрген немересі осы әскери бөлімде кезінде қызмет атқарған. Содан кейін арнайы жасақ бөліміне ауысқан. Сонда жүріп, әскери тапсырманы орындау кезінде ерлікпен қаза тапты. Шалдың жалғыз тұяғы еді. Ал ақсақал оған сенгісі келмейді. Оның үстіне сәл алжыңқырап та қалды. Айтып тұрмын ғой, ол іште жүр. Жүрші, ішті тексерейік. Майор мырза, оның іште жүру мүмкін емес. Біз бағанадан қарап тексереміз. Жүріңіз, Жорабек мырза. Ол қалай жүру мүмкін іште, айтшы? Маған секіріп өтпеді. Қарадық қой жаңа, қарап тұрмыз бағана. Жазығың еткен тамаш еді. Міне, бұл есептің жауабын дәл таптың. Жарайсың, қызым. Біттім ал әйтеуір. Рахмет, ата. Оқаш жоқ. Мінекей, жігіттер, мұнда таптым. Ата, сіз мұнда... Canım. Şarağım. Sen olsun da gelsin koy. Diyor. Taptım o. Balam o. Şadap şu dökü kesin. Атам, мен Шоқан емес. Ақсақал қам жемеңіз. Немереңіздің жағдайы жақсы. Қарны тоқ, көйлегі көк дегендей. Солай ғой Шоқан? Көрдім өмірсің, мен Шоқан емеспін. Шоқансың. Мен ғой ата, Шоқан. Қайда жүрсіз? Balama. Bas göz bol. Kardeşim kalmasın. Ұқтым, орындаймыз. Ең бастысы, сіз өзіңіз аман болыңыз. Onda men gideyim. Aynen. Aman bol. Al men. Oğlum özüne gelip duramaydılar. Жарайды, ата. Аман болыңыз. Жүріңіз, келеміз әлі. Жақсы, сау болыңдар. Сау болыңыз. Рахмет. Байғұс-ай, жаным ашиды. Төрінен көрі жақын қалған кезде жалғыз қалды. Осында келіп ылғи Шоқанын іздейді. Майор мырза, ал Шоқан қайда? Ол ерлікпен қаза тапқан. Ал сен жарадың Қойшыбай. Ақсақалдың көңіл орнына түсті. Енді қазір бар да
ана екі сүмелекті маған жібер. Құп болады.